Алаштың ірісі, Абайдың інісі Қайым Мұхамедханов. Карлақтың қан шеңгеліне түскен кезде айтып отырады. Ой, бұрмай, Құдай басқа бермесін. Ыстық камера, суық камера дегендерді көрдік қой. Азапты көрдік қой. Сондағы ұлтшылдық жаңағы пікіріңнен қайтасың ба дейді, мен қайтып көрген жоқпын. Соған қол қоймадым. Сол үшін азапқа да түстім. Деген нәрсені көп айтады. Ол кісінің тағдырына сол жазды, сол күресуге жазды. Өтірікті, ғылым төңірегіндегі әділетсіздікті, ғылым төңірегіндегі өтірік сөзді өте жек көретін. Қайымның өмір сүруі, Алаш идеясының өмір сүруі. Соңғы күніне шейін тек жазған Абай ғой. Қайым Мұхамедханов, Алаштың соңғы тияғы. Қайым Мұхамедханұлы Абаймен тыныстап, Абай деп өмір сүрген, хакімнің шығармаларын зерттеуге бар ғұмырын сарп еткен, сол жолда тар жол тайғақ кешіп, ұлттық рухын жоғалтпаған қайсар жан иесі. Шын әдебиетші, шын зерттеу жолындаған адам шындықтан қайтпау керек, еш нәрседен қорықпау керек. Мен осы жолдан таңғым жоқ, Құдайға шүкір, осынға шейін. Туған ел, алтын бесік ұшқан ұям, көз жұмылмай тұрғанда қайтып қиям, тарта көр Семейімнің топырағы, төстіктей жеріне мен еркін сиям. Қайым Мұхамедханұлы. Атақты түрколог Лев Гумилев Қарағанды лагерінде бірге болғандар қажымауды, батыл, әділ, қайратты, табанды болуды Қайым Мұхамедхановтан үйренді деп жазыпты. Намысын жерге таптатпай, қашанда арын басқасынан биік қоятын ғалым үшін ләппай тақсыр деп басын изеу табиғатына жат қылық еді. 27 жасында кеңестік қазақ елінің тұңғыш әнұранын жазды. Ұлы ұстазы Мұхаңмен бірге тұңғыш рет Абай тану ғылымының негізін қалады. Алаш идеясын ту етіп, өз халқының бақыты жолында басын бәйгеге тіккен азамат. 1951 жылы ол Абайдың әдеби мектебі атты диссертациясын қорғап шықты. Алайда бұл еңбегі сол кездегі билікке жақпай, ол халық жауы ретінде 25 жылға сотталып кетті. Жеке түрмеге, бөлмеге кіргізеді ғой. Енді келгенде бір ыстық дүниеге алып келеді дейді. Шығамыз дейді, күйіп тұрған. Сонда не басып тұра алмайсың жерде. Құтыз ба? Енді не өлірдей. Сон бір уақытта, енді бір доған әбден кейін болғаннан кейін бір уақытта суық бір алап жерге апарады. Не? Тағы да өлер қалға жетесің. Міне осындай азаптарды. Кеңес үкіметінің жазалау құралдары Қайымды сындыра алмады. 5 жылда неше түрлі сұмдық азаптаулардан өтті. Бірақ соған қарамастан Абай мектебі бар және қала бермек деген ойынан қайтпады. Қайым Мұхамедханұлы талай-талай тар жол тайғақ кешуді басынан өткерді. Темір торлы түрменің ызғарымен сатқындықтың салқыны жанын жарласа да, жүрек әмірі ақиқаттың ақ жолынан тайдыра алмады. Жастайынан қиыншылықты көп көрген, бірақ содан алып шығатын күш ең алдымен ол биік алаштық рухы болған. Алашын сүйген, қазағын сүйген. Сол үшін сотталған, айдалған, бірақ одан қайтқан жоқ. Бірақ өзінің ісінің түзу екендігін. Мысалы, Мұхтар Әуезовтің жетекшілігінен сен бас тарт дегенде бас тартпай қойған. Осының барлығына нық сеніммен кіріскен, сол биік сенімнің болуы, ұлтын сүюі, алашын сүюі, оны биік мақсаттарға алып келді деп ойлаймын. Абайды, Әуезов тануды ерекше білуі. Әсіресе Абайдың шәкірттеріне деген, ақын шәкірттеріне деген өмір-бақи күрескерлік адалдығы. Бізге сол кезде ол кісі өзінің сол әлгі тегеменінге дейін ақтаңдықтар жойылмай тұрған кезде айтатыны, мен докторлық қорғамаймын, егер Шәкәрім, Турағұл, Көкбайлардың еңбегі ақталмаса дейтін. Сол кезде ол кісінің бүкіл арман аңсары Шәкәрімнің, Көкбайдың, Турағұлдың, тағы басқалардың еңбектерінің толық бойында халқына оралуы
халқының қолына табысу еді. Ол кісі осы арманын көріп кетті. Бас кеспек болса да тіл кеспек жоқ деп әрдайым жүрегі шындыққа, әділдікке жақын адам болып өмірге келгеннен соң адам болып кету басты парыз деп санаған. Осы ретте Мұхамедханов жолдастың адалдығына тәнті болған Қалтай Мұхамеджанов Мұхтар Әуезовті сатпаған бір адам болса, ол қайым, екі адам болса, бірі қайым дегені сөзіміздің дәлелі болар. Оның әге Мұхтар үшін, Абай үшін, тіпті қазақ рухы үшін еткен еңбегін ешқашанда ешкім қайталай да алмайды, ешкім жоққа шығара алмайды. Қайым тарғапастан босап шыққаннан кейін өзінің жүрек қалағансы абай танумен бір жолата шұғылданып, Семей мемлекеттік педагогикалық институттың жас филологтарына дәріс берді. 1961 жылы өзінің сүйікті ұстазын алғаш көрген сол кездегі студент, бүгінгі профессор Арап Сіләмұлы былайша еске алады. Бұрын газеттерде мақалаларын оқып жүретінбіз. Елдің арасындағы дақпырт үлкен болатын. Гимннің авторы екен, ойбұрмай түрмеге барып келген екен Абай үшін. Бұл бір ғажап жан екен, ақсүйек жан екен деген сөзді елдің барлығы айтатын. Сол 1961 жылдың 1 маусымы күні түсу емтиханы болды. Елдің барлығы кіріп жатыр, қабылдайтын мұғалімдер. Содан бір уақытта сағат 8-де басталу керек, 8-ден 15 минут кеткен мөлшерде қайым ұстазымыз келіп аудиторияға кіріп амандасты. 2 жыл түсе алмай қалған мұртты абитуриенттер бар. Мені қайым келді, қайым деп сыбыр ете түсті. Шығарманы қойып, бірден өңілдік, мынау кім екен, қандай адам екен. Шәкірттер оны ұстаздардың ұстазы деп еске алады. 4-ші курста оқып жүргенде студенттердің сұрауымен сабақ бере бастаған. Алматыдан Сәбит Мұханов, Есмағамбет Смайылов сынды ғалымдарды шақырып, олар жас әдебиетшілерге дәріс оқып, терең ғылыми көзқарастағы адамдар мен студенттерді қауыштыруды өзіне міндет еткен ұстаз болатын. Алдына келген жасқа қысым жасамайтын, еркіндігін беретін, өзінің қаншалықты білімі деңгейі бар, сол бойынша емтихан қабылдайтын, болашағын үлкен сенім артатын ұстаз еді ғой аға. 3 деген бағаны, мынау қанағаттанарлық деген бағаны қоймаушы еді аға. Біз таң қалатынбыз, бұл кісі неге осыншама еркіндік береді жастарға деп. Сөйтсек ол кісі, мен сендерге баға қоярмын, бірақ ол бағаны қазір мен баға қоярмын сендерге, бірақ ол баға ертеңгі күні өмірдің бағасы есептелінбейді. Сендер өмірге лайықты, ертеңіне лайықты білімді жинақтауың керек. Баға менен өлшенбейді сенің білімің деп айтып отырушы еді аға. Әдемі оқиды, керемет оқиды. Жазып алайын десең, үлгере алмай қаласың. Жазбайын десең, ана тыңдау бір ғажап, тыңдай алмай қаласың, не істерімізді білмей. Сол жоғарғы курстың студенттерінен сұрадық, қалай деп. Ойбай, қолдарынан келгенше жазып алуға тырысыңдар. Өйткені бұл кісінің бір оққан лекциясы келесі жолы қайталанбайды. Бұл кісі 40 жыл оққанымен, педагогикте университетте сабақ бергенімен, сол 40 жылда бір тақырыпқа әртүрлі оқи береді деген нәрсені. Содан жазып алуға тырыстық. Талабы былай, тыныш отырыңдар балалар, алаңдатпаңдар мені. Сонан соң сіздер ана оқулықтарың бар ғой, анау академиктер жазған, анау жазған, мынау жазған. Соны өздерің оқып аларсыңдар, мен оқулықтан айтпаймын сіздерге. Сіздер осыны мүмкін болғанша түсініп алуға, оқып алуға, ептеп түртіп қойып, жазып қойып отыруға үйреніңдер, өздеріңе қажет болады деген нәрсе. Қайым ұстаздық етіп жүргенде Семей мемлекеттік педагогикалық институтқа министрліктен үлкен комиссия келеді. Сонда бір кісі Мұхамедханов жолдасқа ескерту жасап, былай дейді: сіздің лекцияңыз жақсы екен, ғылыми өресінің кеңдігі ешқандай талас туғызбайды. Жалпы аудиторияға ұғынсыз екен. Студенттердің білім деңгейін дәріс оқығанда ескермейді екенсіз деп айтыпты. Сонда ғалым Қайым Мұхамедханұлы былай деп жауап қатты дейді оның шәкірті Арап Сіләмұлы. Қайым ұстазым айтыпты, маған мен лекциямды үшке оқитын студенттерге арнап оқымаймын. Маған
орташа оқитын 30-40 студенттен көрі 5-ке оқитын 5-6 студент сол менің айтқанымды ұқса, менің лекция мақсатына жетеді деген. Ұстаз демекші, Семей педагогика институтында ұзақ жылдар қызмет еткен. Ол кешегі кеңес заманында осында қазақ тілі мен әдебиет факультеті осы бадарлық саясатпен жабылғалы жатқан шақта облыс басшыларының бірі, әдебиет пен мәдениеттің шын жанашыры бола білген Икебай Қашағаев сынды азаматпен тізе қосып отырып сақтап қалғанында жұрттың есінде. Карлактың шылбырынан босап шыққаннан кейін де қиыншылықтарды көп көрді. Аяғынан шалды, еңбектері жарайланбай жатты. Шымболатты қайнауда шыныққан қайсар жан алған бетінен қайтпай, алаш арыстары жайлы алғаш жұртқа жайралағанда Қайым еді. Әлихан Бөкейханов, Ахмет Байтұрсынов, Мағжан Жұмабаев, Жүсіпбек Аймауытов, Міржақып Дулаттардың алғашқы өмір баянын жазып, жұртқа жәрі еткен кім? Ол Қайым Мұхаммед Қайым. Үйіп қойған кілемнің астында. Ғажап, онда болған кітап ешкімде болмайды. Соны бірден алып бетімізге қарап, кәдімгідей. Сонда бізге жағы мықтылардың барлық өңбектерін үйінде отырып оқытты. Біз Семейде отырып, бүкіл Астанадағы, Алматыдағы ғалымдардан артық білетіміз. Шәкәрім ақталғаннан кейін ғана Шәкәрім туралы айтуға, жазуға мүмкіндік туды. Сіздер жақсы білесіздер өздеріңізде. Шәкәрімнің ақталу туралы қаулы болғаннан кейін бірінші мақала Қазақ әдебиеті газетінде 2 үлкен қос бет етіп жазған осы Қайым Мұхамедханұлы болады. Тәуелсіздік алғаннан кейін Қайым ақсақал алаш көсемдері туралы да Абайдың ақын шәкірттері және Абай мұрагерлері туралы құнды еңбектерді жазып жарыққа шығарды. Келешек ұрпаққа өлместей мұра қалдырды. Қалай осы ұлылар ақталды? Ол содан бастап ол кісі Абайдың шәкірттері деген қанша еңбек шығарды. Сөйтіп біздің бүгінгі рухани қазынамызға ол кісі қол жетпейтін, бүгінгілердің қол жетпейтін ғажап еңбектер берді. Бүгінде Абай тану, оның шәкірттерінің егер олардың шәкірттерінің мұрасы халыққа жетіп жатса, соның ең басында әрине Қайым Мұхамедхановтың ұлы еңбегі тұр деп айтуға болады. Абайдың 150 жылдығы кезінде алдында ол бүкіл Абайға, Абай шәкірттеріне бүкіл дүниеден түк қоймай түгел мына 4 кітапқа келтіріп міне Абай шәкірттер түп түгел соны түк қоймай айрықша өлген тұлға жасап кеткен адам ол Қайым. Бүгінде ғалымның атын кейінгі ұрпаққа насихаттау мақсатында Мұхтар Әуезов атындағы педагогикалық колледжде Қайым Мұхамедханов атындағы кабинет жұмыс істесе, Семей мемлекеттік педагогикалық институтта қайымтану пән ретінде енгізілсе, өзі көп жылдар тұрған үйінде ескерткіш тақта орнатылды. Қаймаға Абай менен Мұхтарға еңбек ету арқылы ұлтына деген өзінің махаббатын, ұлт алдындағы өзінің борышын еселеп атқарып кеткен тұлға. Сондықтан Қайым ағаның атында атаулы кабинеттің Мұхтар Әуезов атындағы оқу орнында ашылуы және ол кабинеттің осы Мұхтар Әуезовтың рухымен тәрбиеленіп жатқан жастардың алдындағы берер тәрбиесі. Мен осы тұрғыдан алып, біз кабинетті ашқан едік. Ер үшін ер боп туған қайран Қайым, құшағын адамзатқа жайған Қайым, кешегі көксілдердің көзін көріп, алаштан қалған бізге пайғамбарым, мені де алаш етіп қайта соғып, көзіңнің тірісінде тайраңдадым, алдыңа мүсінімнің күнде келем, қайдалғы маған сақтап қойғандарым. Алаш идеясы үшін, адалдық үшін. Адамды адам саттау керек. Честностьті бітіп жатыр. Адалдық, әділеттік. Адамгершілікпен сол үшін күреседі. Абайдың інісі, алаштың ірісі болған Қайым Мұхамедхановты шәкірттері ұстаздардың ұстазы дейді. Көбісі Қайым ағаға еліктегенді айтады. Қайымша сөз сөйлеп, Қайымша лекция оқитындарында жасырмады. Қазақ жақсыдан үйрен дейді. Ғалымның бойындағы адамгершілік, турашылдық, білімге деген құштарлық қасиеттерді ол тәрбиелеген шәкірттерінен байқауға болады.
өмірден түйгені бар. Алдында Әуезов сықылды ұстаздың алдын көргендігі бар. Диссертациясының жетекшісі Мұхтар Омарханұлы Әуезов қой. Және өзінің бойында Алла тағаланың берген қуаты мен анасының сіңірген ақ сүтінің қасиеттері бар. Осының барлығы ұстаз дейтін ұлы есімге еленуге мүмкіндік берген деп ойлаймын. Енді Кәкең бізге ұстаз, рухани ұстаз, адами ұстаз, біліктілігі, кісілігі, өзінің әсіресе ұстаздық қызметіне деген адалдығымен, берілгендігімен өмір бақи үлгі болып кеткен адам. Сан мыңдаған шәкірттері ағаның өзінің жүрегінде аманаттап ұстайды. Ағаның алдынан дәріс алғандығын өзіне таңырдың сыйыр ретінде ұстанатын бүкіл мына түлектері, ағаның шәкірттері әр уақытта халқына адал қызмет етеді деп ойлаймын аға сияқты. Ер қазақ ежелден еркіндік аңсаған, азаттық жолында аршын қиған жан, сан ғасыр торлаған бұғауды талқандап, ерікті ел болдық, жарқырап атты таң деп 27 жасында кеңесті қазақ елінің тұңғыш әнұранын жазған Қайым Мұхамедханов азаттық пен еркіндікті аңсап, сол жолда табанды күрескер ретінде жанын пида еткен арысқа қандай құрмет көрсетсек те жарасады. Көзі тірісінде мемлекеттік сыйлықтың иегері атанды, атақ құрметке де кенде болған жоқ. Алайда аттеген ай деген тұстарда баршылық дейді зиялы қауым өкілдері. Көше беру, институттың атын беру, немесе үлкен ескерткіш қою қажет ақ. Өйткені бұл нағыз қайраткер адам, нағыз әдебиеттің, тарихтың, жаңағы алаш қайраткерлерінің жанашыры болған адам. Және қайсарлықпен соның бәрін құрып, әгі жалпылама ұранның иесі емес, соның тақдіретін тартқан адам ғой. Қазір армандап күтіп отырмыз. Ленин көшесі өзгерсе, сонан үйлерді аралап, сол көшені Қайым Мұхамедқа беретін болса, ана бір ғажап алаң пайда болар. Қайым Мұхамедханов мен үшін адалдықтың, азаматтықтың және алаш идеясының рухани жауынгерлік символы. Алаштың астанасы болған қалаға алаштың соңғы тұяғы Қайым Мұхамедхановтың есімі ескерусіз қалуы елдігімізге сын емес пе? Абайын ардақтаған ел Қайымында қастерлей білуге тиіс.